Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сендермен English Plus-тың 89-шы бетіндегі Language and Literature Myths and Legends деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет немесе 6-7 деп жазып кет. Себебі каналға тіркелгендерге ғана мен видео көрінетіндей етіп қоям, сондықтан 6-7 деп жазып кет. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырмада сенде сәйкестендіру керек мына суреттермен мына берілген сөздерді. Бірде God, екіде godness, үште thunder, төртте mountain, бесте war болады. Екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады. Listen and choose a text. Which days of the week are missing? Қай апта күндері көрсетілмеген дейді. Ол әрине Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Қалған апта күндері көрсетілген. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады. Read the text again. Choose the correct words. Яғни тексті оқы және де дұрыс вариантты тап дейді. Міне бастадық. Norse people lived in the north of Europe. Яғни Norse адамдары өмір сүрді. Норстықтар өмір сүрді. Солтүстікте Европаның. Tyr is the god of war. Яғни Tyr ол бізде соғыстың құдайы дейді. Thor and was Woden's son. Яғни Thor Wodenның баласы болды дейді. Thor was the god of thunder. Thor болды найзағайдың баласы. Frigg was a goddess. Frigg болды құдай дейді. Ал төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада сендерге айтады. Look at the pictures below. We use them for the other day of the week. Write the correct days. Яғни мына дұрыс күндерді тап дейді. Sunday, біріншісі Monday, екіншісі Sunday, үшіншісі Tuesday болады. Ары қарай текстің аудармасын айтып берейін, қараймыз. Яғни скандинав халқы Еуропаның солтүстігінде ұзақ өмір сүрген. Оларда құдайлар мен құдайшалар болған. Ағылшын тілінде апта күндерінің кейбірі осы құдайлардың аттарынан шыққан дейді. Мысалы, Tyr соғыс құдайы, ол тауда тұрған, оның аты Tuesday болған. Woden ол барлық құдайлардың әкесі Wednesday, Wednesday содан шыққан дейді. Thor ол найзағай құдайы Thursday'дан шыққан дейді. Frigg махаббат құдайшасы Frigg'стайдан шыққан дейді. Арғай, бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада саған мына жерде берілген сұрақтарға жауап беру керек дейді. Бастады. Where and when did she character live? Мына кейіпкер қашан және қай кезде өмір сүрген дейді. He lived in ancient times. Ол көне кезде өмір сүрген. Who was he? Ол кім болған дейді. He was a god. Ол құдай болған. 3. Was the character a good or bad person? Ол кейіпкер жақсы немесе жаман адам ба дейді. He was brave and strong. Яғни ол мықты адам болған. What was he like? Ол нені жақсы көрген? Ол қандай болған? He was tall and powerful. Ол ұзын және күшті болған. 5. Do people use the name of the character for thing or place? Yes, people use the name for Tuesday. Яғни бұл адамның атын Tuesday, яғни Thursday, яғни четверг күнге қолданған дейді. Мына сұрақтарға олар жауап берген. Енді каналға тіркеліп, комментарийге 6-7 деп жазып кет. Goodbye, have a nice day.